Ассалаумалейкум қыздар. Кеш жарық қалдарыңыз қалай? Әдеттегідей сұрақ жауап эфирі. Қандай сұрақтарыңыз бар? Интересная, умная женщина. Рахмет қыздар. Так, қазақсыз ба? Иә, қазақпын. Сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, қыздар. Бүгінгі агрессивный баланы қалай тәрбиелеуге болады? Бала неге агрессивный болады? Баланы, когда не слышим. Балаға қысым көрсетеміз, сол кезде бала агрессивный болады, баланы қабылдамаймыз. Сондай кездерде бала агрессивный болады. Көбіне адам қай кезде агрессивный болады, қай кезде адамда сопротивление болады, когда адамға қысым көрсете берген кезде, когда постоянно давить еткен кезде. Пайдалы білім мен пайдасыз білім дейді. Пайдалы білім деген адамды жақсы жаққа өзгертетін білім. Пайдасыз білім деген адамды тәкаппарландыратын білім, адамды бұзатын білім. Сол ол жайлы енді иншалла сабақтарымда негізі ашып айтамын, что әйел адам білім алған сайын қарапайым болу, жалпы адамдар білім алған сайын қарапайым болу керек ше. Егер адам білімді алып бірақ ол тәкаппарлыққа апаратын болса, мен білем деп елдің бәрін түзегісі келіп, жаңағыдай мен сенбей, мен білем, сендер білмейсіңдер деп ешкімді сыйламай кететін болса адам, онда ол білімнен пайда жоқ. Білім пайдасы, білім пайдалы білім деген сөз, ол значит адам өзгеретін білім, жақсы жаққа қарай өзгереді, ол адамдар түсініп бастайды, ол қарапайым болып бастайды. Так. Төртінші балама қарап үйдемін, жұмысым жоқ, 7 жыл болды, күйеуім по настроению ақша беріс келсе береді, беріс келмесе бермейді, кеңес беріңізші дейді. Қыздар, енді қазір үйде отырып та неше түрлі жұмыс жасап өздеріңіз ақша табуға болады ғой, иә? Потом ақшаны, ырзықты, любой нәрсені қыздар адамнан күтпеңіздер, Аллахтан күтіңіздер. Когда біз адамнан күтеміз, күйеу, именно конкретно күйеу берсе мен бақыттымын, күйеу бермесе бақытсызбын деп, күйеуден или басқа біреуден күтіп жүреміз, е? Ол не деген сөз? Біз, значит, адамға тәуелдіміз деген сөз. Надо расширяться, надо возвышаться. Кішкене жоғары ойласаңыздар, күйеуге де беретін ырзықпен несімен Алла тағала ғой. Алладан күтсеңіздер, молынан аласыздар. Адамнан күтсеңіздер, не дейді? Адамнан күткеннің ығыры шығады, Алладан күткеннің 2 бүйірі шығады деген мақал бар, е? Так. Әйел адам өз-өзіне қалай жылулық беруіне болады дейді. Ол шаршаған кезде ұйықтау, мен қыздар ұйықтап тұрдым. Шаршап кеттім, бағана ресурсым біткенде, кәдімгі улы батарейка болады ғой, сол секілді болып кеттім ше. Ешкімнің сөзін көтере алмай, нервім ұрып кетті. Сосын не істедім? Бөлмеме кірдім де 15 минутқа будильникті қойып ұйықтап алдым. Өз-өзіне жылулық беру, хотя бы элементарно ұйықтау, қарның ашқан кезде отырып тамақ ішу, шаршаған кезде жату. Түсінікті ме қыздар? А то бізде әйелдер то ли шаршап тұрғанын білмейді, то ли ұйқысы келіп тұрғанын білмейді, әйтеуір нерв болып жүреді да. Өзі білмейді неге нерв болып жүргенін. Вот өзімен контактта болу. Әйел адам өзімен контактта болған кезде ол әйел безопасный әйел ше қыздар. То есть әйел өзімен контактта болмаған кезде ол не өзінің шаршап тұрғанын білмейді, не ұйқысы келіп тұрғанын білмейді. Әйтеуір біреу бірдемесе десе дейді, күйеу бірдеме айтса көтере алмайды, ене бірдеме айтса жарылады. В общем, тағы не істейді? Балалар бірдеме айтса айғай салады, ұрып жібереді. Былайша айтқан кезде, сондай кезде әйел стоп деп ойлану керек деп, так мен неге мынандай болып бара жатырмын? Мен шаршап тұрмын ба, мен қарым ашып тұрмын ба, мен ұйқым келіп тұр ма, тағы немене керек, білмеймін, шөлдеп тұрмын ба, в общем, қалауын түсіну керек те, өзінен сұрау керек, саған дәл қазір момент не керек болып тұр, ұйқың келіп тұр ма, демалғың келіп тұр ма, бар да жат, және 15 минутта ешкім сенің басыңды кесіп алмайды деп, сол секілді ғой. Ассалаумалейкум, 5 жылда сыйлық, 5 жылда мерекеге сыйлық алмаған, биыл мерекені 3 күн қыдыртқан қалай кетті дейді. Уже 6 марттан бастап көңілім тауып бастады, бастамасы деп лов соға келді. Машалла. Ресурсты әйел күшті күнде тыңдаймын дейді. Рахмет, альхамдулилля. Мені қайнапалар менем жақтырмайды, мені сыртынан әңгіме айтады дейді. Ну и ладно, айта берсін. Если от этого им хорошо, если от этого несчастливы, пожалуйста, айта берсін. Сіздің неңіз кетеді, главный сіз өзіңіз дұрыс болсаңыз болды емес пе? Мен жайлы да біреулер айтады мысалы, енді қайтем, енді өлем ба? Айтсын. Если это их успокаивает, пожалуйста. Если это их делает счастливыми, пожалуйста. Ертең ақыретте просто олар не істейді? Сізге сауаптарын береді, сіздің күнәларыңызды алып алады. Жақсы емес пе? Айтса айта берсін. Самый главный Алланың алдында өзіңіз таза болсаңыз болды емес пе? Неменеге күйіп пісесіздер біреудің
сөзі үшін, біреудің ой үшін, біреудің мнениесі үшін қыздар обычно ондай нәрсеге күйіп піседі қандай, опять же шаршап жүрген әйелдер ше, өзінің істейтін тірлігі жоқ, басқа өмірде бір басқа қызығы жоқ әйелдер не істейді, сөз деген бір болмайтын, сөз деген не, ол ауыздан шыққан әшейін біреу мнениесі да, ол таяқ емес, ол қылыш емес, ол пышақ емес, әшейін ауадан шыққан бір әріптер да, соны соншалықты маңыз береміз ғой, сол бір білмеймін, ол еще ол сөз настроениеға қарай ғой, бір адам вообще адамдардың мнениясы деген қыздар ол құбылып тұратын дүние. Мысалы маған дайректте жамандап біраздан кейін мені мақтап жазатын әйелдер бар, или мақтап жүріп бір күні жамандап жазатын әйелдер бар. Енді не істеймін енді, бәленбай мың подписчигім бар, соның каждыйның сөзіне болып отырам ба енді. Ну айта берсін, самое главное, сіз өзіңіздің құндылығыңызды біліңіз қыздар. Сіздерге күшті бір техника айтайын ба? Өздеріңіздің құндылықтарыңызды білу үшін отырыңыздар да өздеріңіздің хотя бы минимум бір 30 артықшылықтарыңыз жазыңыздаршы. Сіздер адамдарға не бере аласыздар? Сіздердің артықшылықтарыңыз қандай? Иә? Соны жазып, постоянно естеріңізге сақтап жүріңіздер. Сол кезде адамдар сіз жайлы бірдеме айтты дей бастаса, тік аны естеріңізге түсіресіздер, сонан кейін все равно бәрібір де адамның мнениесін өзгерте алмайсыздар. Поэтому если адекватный болса, я действительно бір сондай бір ақылды, бір сондай бір сіз сыйлайтын сондай адам сізге пікірін мнениесін айтып жатса, онда, пожалуйста, прислушивайтесь. Алланың қалауымен сіз себепші болып, все меняется, жақсы жаққа марафонға қатысып, сізден онлайн тренингке сыйлық қалдым. Молодец, машалла, Алия, молодец, умничка. Күйеуіме айтпай кредит алғам көп. Енді қорқып жүрмін, мойындасам ба, күйеуім жақсы жұмсақ негізі дейді. Конечно, айтыңыздар, қыздар, күйеумен ақылдаспай ештеме істемеңіздер. Менің мамам отыр мына жерде. Жаным сол пайка-пайым қылса ақын шығып кетейін бе дейді. Жоқ, мама, отыра беріңіз. Менің мамамның туған сіңлісі бар, пайка-пай деп айтамыз. Сол кісі қызық маған айтады ғой, сенің эфирлеріңді тыңдап отырам, сосын кейін сен ұялып қалмасын деп ақырын шығып кетіп қалам дейді. Соны мамам айтып екеуміз күліп отырмыз ғой, бәсе есіктің чиқ еткен дыбыс естілді деп. Қайным бөлмеме кірме, бала шағаңды кіргізбе, ақым бар, о дүниеде алам деп жазып жүрді дейді. Енді кіргізбей ақ қойыңыз, енді секреттері бар шығар қайныңыздың. Ер мен әйелдің қашықтықта болғаны қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Жұмыс бабымен басқа қалада суббота келіп воскресенье кетеді, біз ауылда ата-анемен қаламыз, 1 жасар қызымыз бар дейді. Енді негізі желательно бірге болған дұрыс қой, бірге жүрген дұрыс қой, потому что айтады, не деп айтады анандай, енді неше түрлі айтады, бірақ енді ол қалай айтсам екен, бірақ енді в принципе бәрі Аллахтың қолында ғой, но желательно, конечно, бірге жүріп бірге тұрған, үйленгеннен кейін, иә, адамның алыс болмағаны жақсы. Бірақ енді әйелдер бар ғой, күйеулері вахтада жүретін, айлап, жылдап енді. Сол үшін у каждого ситуация индивидуальная, енді ештеме айта алмаймын бұл жерде. Интернетке хиджаптағы әйел көрінуіне болмайды ғой деп естідім. Негізі хиджаптағы әйелдер интернетке шығуына бола ма, көз инасы бар дегендей. Хорошо, біз шықпай-ақ қойық, иә? Біз шықпай-ақ қойық, ақыл айтпай-ақ қойық, білімімізбен бөліспей-ақ қойық. Сонда хиджаптағы емес әйелдер шыға беруге бола ма сонда? Олардың қасында әйтеуір біз пайдалы дүниемізбен шығып жатырмыз ғой, иә? Мысалы, қаншама әйелдер жалаңаш, тыр жалаңаш, купальникпен түскен фотолармен шығып жатыр, иә? Сондай бір тақуа болсаңыздар, солар тәрбиелеңіздер, қыздар. Дінге жандарыңыз ашып барса, әйелдерге жандарыңыз ашып барса. Так әркім ниетіне қарайды. Сіздер адамның ісін көресіздер, бірақ ниетін көрмейсіздер. Біз адамның күнәсін көреміз, бірақ тәубесін көрмейміз. Сондықтан да не беспокойтесь. Расслабьтесь, пожалуйста. Сіз өзіңіз қорқсаңыз, сіз шықпай-ақ қойыңыз. Мен 3-4 жыл алдын тренингке қатыстым, қазір марафонға қатысып жатырмын, көптеген ақпарат алдым, машалла. Жаман ойдан қалай арылуға болады? Қыздар, жаман ой шайтан аузы білақтан. Шайтан аузы білақ біздің жүрегімізге кіре алмайды, ол біздің ойымызға кіреді. То есть ойға кіреді шайтан аузы білақ. Ол негізі білімі жоқ әйел, өзіне контроль жасай алмайтын әйел, өзімен контакт жоқ әйелдер
өздерінің миларын шайтан аузубилляхқа унитаз қылып береді да. Сол үшін айтатыным, мына миды пайдалы дүниемен толтырыңыздар. Когда әйелдің миында пайдалы дүние жоқ, білім жоқ, ол не істейді? Постоянно тек қана жаман оймен жүреді. Жаман ой не істейді? Оны азғырады, мінезін бұзады, мінез тағдырға апарады. Мінез, короче, ой, не дейді? Ой әрекетке айналады, әрекет мінез құлыққа айналады, мінез құлық тағдырға айналады деген нәрсе бар, қыздар. Сондықтан да ойдан басталады барлығы. Ойды дұрыстау үшін дұрыс білім алу керек. Сіздер, мысалы, білім деген ол миға сеуіп қойған бір дән сияқты. Білім аласыздар, оны ары қарай сіздер қалай күтіп баптайсыздар, амалға асырасыздар ма, асырмайсыздар ма, ол сіздердің өздеріңізге байланысты. Ата көп әйелдер білімді алады да, алған білім сол жерде қалады, шіріп. Сонан кейін ол не болады? Ары қарай сол бұрынғыдай өмір сүре береді. Көп әйелдер соны айтады да, марафонға қатыстым, манаған қатыстым, білімді алдым, бірақ мен өзгерген жоқпын. Короче, бесполезный дейді да ол марафондар. Алдында сіз айтқандай киім аларда күйеуіме жіберіп, соның ал деген алғам, хоть ол кезде өзіме не очень ұнамаған. Күйге келіп киіп қарасам, от боп тұр ма екен ғой, бірінші рет өмірде сұрағаным мнением дейді. Негізі күйеумен ақылдасқан дұрыс. Кейде мен де сол күйеуімдің айтқанын тыңдамай басқа дүниелер алып қоямын, но в итоге бәрібір күйеуімнің айтқаны күшті болып шығады. Күйеуімді жек көріп кеттім, басқа елмен сөйлесіп жүргенін білген соң ары қарай не істесем болады, кеңес беріңізші дейді. Негізі измена, қыздар, если біраз жылдан кейін ақыл көздеріңізбен қарайтын болсаңыздар, кейін сол изменаға рахмет айтасыз, сол әйелге де рахмет айтасыз, сіздің есіңізді жиғызған күйеуіңізге де рахмет айтасыз. Если сол изменадан сабақ алып өзгеретін болсаңыз. Көп әйелдер, постоянно айтам, қайталап, көбінесе әйелдер именно изменадан кейін есін жиып бастайды, элементарно айнаға қарап бастайды, өздерінің не үшін өмірге келгенін ойланып бастайды, Алласын танып бастайды. То есть сол үшін сондай бір сынақ керек болады да кейбір әйелдерге. Мен енді оны ақтап отырған жоқпын, что күйеулер изменять еткен дұрыс деп отырған жоқпын. Потом неге ол изменять етеді? Обычно, мысалы, екі адамның қарым-қатынасында пайда болатын үшінші адам мына ортадағы тесікті бітеу үшін келеді. Ол қалай деген сөз? Екі ортада не жетпей тұр, соны беретін үшінші әйел. Если сізбен күйеуіңіздің араңызда сыйластық жоқ болса, күйеу не істейді? Ана жақтан сыйластық іздейді. Жылу жоқ болса, жылуды іздейді. Общение жоқ болса, общение табады деген сияқты. Короче, ел мен әйелдің арасында не болу керек? Мен оны марафонда айтам, қыздар. Әйелдердің қателіктерін айтам. Не жетпейді, ер адамның қандай қажеттіліктері бар? Көбіне әйелдер элементарно ер адамның психологиясын білмегеннен кейін, қай жерде қалай сөйлеуін білмегеннен кейін, өзін қалай ұстауды білмегеннен кейін, қай сөзді қай жерде айтуды білмегеннен кейін, сол жерден авария жасайды. Потом қыздар мынандай дүниесі, көп әйелдер күйеулерінің мамасы сияқты болған. Мен бағана рилста айттым, ер адамның базовый қажеттілігі ол еркіндік пен сыйластық деп айттым, Енді ана жерде енді сұмдық әйелдердің нәпсілері шылдап жатыр, дайрекке де жазып жатыр. Қалай оны еркіндікке жіберіп қойып, мен спокойно жүремін деп. Қыздар, сіз оны еркіндікке жібермей, постоянно контроль жасаған кезде ол сіздің балаңыз сияқты болады. А сізге зачем бала? Сізге еркек керек па? Еркек керек болса еркіндік беріңіз. Сыйластық. Қалай мен дейді, жаман болып жүрген күйеуді сыйлаймын дейді. Может, ол сіз сыйламаған кейін жаман болып жүрген шығар. А сыйлау деген қалай ол, қыздар? Сыйлау деген сыртынан жақсы сөз айту, Ато әйелдер бастары қосыла қалсақ не істейміз? Бұрын менің өзім қателігім сол болатын. Басым қосыла қалса, әйелдермен күйеулерін жамандаса, мен де отырып жамандай кететін. Жамандадым ба, все бітті, шайтан аузубиллях, менің жүрегіме не салады оған? Жек көрініш салады, неше түрлі дүниелер салады. Жаман ойдан кейін не істеймін? Жаман қарым-қатынас жасай бастаймын, Постоянно сомнение болып жүреді. В общем, сен жамандаған сайын Алла тағала сенің ниетіңе қарай не істейді? Сенің ниетіңе қарай сол адамның жамандығын көрсете береді. Короче, қыздар, сіздердің ниеттеріңіз жаман болса, адамдарды жамандайтын болсаңыздар, өмірден тек қана негатив көретін болсаңыздар, онда Алла тағала сіздердің ниеттеріңізге қарай өмірдің тек жамандықтарын ғана көрсетеді. Алла тағала ниетке қарай береді. Сондықтан да сөздеріңізді дұрыстаңыздар, ойларыңызды дұрыстаңыздар, қарым-қатынастарыңызды дұрыстаңыздар, өмірлеріңізді түзетіңіздер. Алла тағала сол ниеттеріңізге қарай сіздердің өмірлеріңізді түзейді. То есть ниет түзу болу керек, көп әйелдердің өз ниеті дұрыс емес, вообще білмеймін, не айтсаң да только негатив,
только қорқыныш болмайды. Қайдағы марафон ол маған көмектеспейді. Мынау немене ақыл айтып отыр өзінше, қайдағы күйеуді қайтып еркіндікке жібересің. Жаңағыдай еркіндікке жібермей жатып уже қорқып отырады. Еркіндікке жіберсең бүйтіп қалмай ма, сөйтіп қалмай ма, уже Аллахқа деген доверие жоқ, как будто өздері бір құдай сияқты, білмеймін, сондай бір элементарный өмірден рахат аламайтын, ләззат аламайтын әйелдер бар шы, постоянно напряжениеде жүреді. Ол әйелдер не? Улы әйелдер шы, жаңағы батарейкасы таусылған улы әйелдер шы. Олардың қасында жолауға болмайды. Олардың қасында не только еркек, даже баланы подпускать етуге болмайды, потому что ол улы әйелдер вампир сияқты адамның энергиясын сорады. Ауыздарын ашса тек қана негатив, ойлары тек қана жаман ой. Түсінікті ме, қыздар? Сол үшін күйеулеріңіз жақсы болсын десеңіздер, хотя бы өздеріңіз жақсы жаққа қарай өзгеріп бастаңыздар. Күйеуім маған риза, саған көп көңіл бөлгім келеді деп сыйлықтар беріп жүр. Жаңа сіз не деп жаздыңыз мына жерде? Үлкен рахмет, марафон қатты ұнады. Әлі де қайталап тыңдап жүрмін. Вот міне марафонға қатысқан қыздар күшті нәтижелерін мына жерде жазып жатыр. Ол жерде мен прямой эфирден де қаншалықты пайдалы нәрселер айтамын, қыздар. Сторизде де қаншалықты пайдалы нәрселер айтамын. Бірақ бүкіл основа, негіз, түп теңізі неде? Қай жерде? Марафонда айтам, ақылы сабақтарды айтам. Үйден кетіп қалдым, өкінем, но муж не любит меня, мне больно в душе дейді. Айзада, запишитесь на консультацию. Ассаламу алейкум, оқудан демалыс үйге барайын, билет алып беріңші десем, күйеуім жауап бермейді, сонда мені қаламайтын болып тұрма, бір ай болды көріспегелі, не істесем болады дейді. Білмеймін, оны күйеуіңізден сұрау керек, қаламай тұрма, қалап тұрма. Қыздар, сіздер, мысалы, қараңыздаршы, сіздер бір күйеуден сыйлық сұрайсыздар, или күйеуден внимание сұрайсыздар, сол кезде ол жоқ деп айтады, но сол жоқ деуге жеткізетін бір соның алдындағы бір іс-әрекеттер, қарым-қатынастар бар ғой, Вот марафонда мен сол жайлы айтатын боламын, понимаете? Что приводит к тому, что күйеулер сіздерді уважать етпей бастайды, күйеуіңіз сізге қарсы шығып бастайды, күйеуіңіз сізді сыйламай бастайды, күйеуіңіз сізді боқтап бастайды, білмеймін, күйеуіңіз сізге изменять етіп бастайды. Соның алдында қандай қателіктер сол дүниелерге әкеледі. Қыздар, менің 17 жыл отбасылық өмірім бар. Міне жерде мамам көріп отыр ғой, мен туған мамам көріп отыр. Ол кісіден жақсы мені ешкім білмейді. Бұрын мен қандай эгоистка болғамын, білмеймін, өзім қандай ақмақ болғамын, тоже негативный болдым, жертва болдым, былайша айтқан кезде шарқышта болдым, ашушаң да болдым, балаларды да ұрдым, өтірік айтпаймын, қыздар. Қызғаншақ та болдым, бәрі болды. Қазір өзгердім. Оны не только мамам, жерде менің сіңілдерім бар, менің қыздарым бар, менің эфирімді, менің парақшамды көретін абысындарым бар, әпкелерім бар, барлығы куәді. Альхамдулилля, менің өзгерісімді олар қуанбаса, қайғырмайды да, поддержка береді. То есть мен өзім қалай өзгердім, 17 жылда қандай опыт алдым, қандай қателіктер жасадым. 17 жыл менің жүрген жолымнан алған дайын опытымды мен сіздерге марафонда не істеп жатырмын, сатайын деп жатырмын, Марафон негізі бүгінгі баға 10 000 теңге болатын, 50 орын ғана болатын. Білмеймін, қазір 50 орын топ қойған шығар, даже не знаю. Сондай болғаныңыз көрініп тұр жүзіңізден дейді. Қыздар, опыт бәрібір адамның жерде бір қой кіріп кетті біздің эфирға. Так. Негізі адамның жүзінен бәрібір де көрініп тұрады, Так. Все, удалила вроде бы. Так. Так, как вот это удалить? Кажется, номером несет, ошибся адресом. Ютубтағы сабақтарға скидка жасады. Қыздар, ол ютубтағы сабақтарым и так су тегін ғой, 3 000 теңге. 3 000 теңгеге қазір пицца алмайсыз ғой. Біреуді өзгерту үшін қыздар алдымен адам өзгеру керек. Көп нәрсеге күлімдеп үндемей қаламын, но сол үндемегеніңді басынып қайта сыйластық танытпайды, қандай амал қылуға болады дейді. Бұл жерде қыздар, көп нәрсеге үндемей қалу деген сіздің сабырлығыңыздан ба, әлде ынжықтығыңыздан ба, жасықтығыңыздан ба? Сол нәрсені анықтап алу керек. Қыздар, енді отыра берсін, өзіне жақсы болса, реклама ғой өзіне, отыра берсін. Әйелдердің бәрі көрсін де қандай адам бар екенін.
біздің эфирді. Человек, то, что пишет тут человек, говорит не про меня, говорит про него. Стрелкаңыз әдемі жарасады өзіңізге. Рахмет, қыздар. Алейкум ассалам. Ютубта пока ешқандай тегін видео жоқ. Кстати, қыздар, Тәлім ТВ каналы бар ғой, соның Сырласайық деген бағдарламасына мен шықтым ғой, сол ютубқа шығыпты. Ынжықтығымнан одан қалай құтылуға болады? Білім алыңыз, сабақтарға қатысыңыз, консультация алыңыз. Оның ынжықтықтан құтқара салатын сиқырлы сөз жоқ, сиқырлы волшебный палочка жоқ, қыздар. Ол үшін адам білім өзімен жұмыс жасау керек. Мен де ынжық болдым кезінде. Но со временем повышается самооценка, самоценность, самоуверенность. Өзіңнің құндылығыңды, істеп атқан ісіңнің құндылығын түсінген кезде, қыздар, адамның несі өседі, самооценкасы өседі. Сол кезде ол не істейді? Ынжықтық деген дүниелерден құтылады. Енді мен до того ынжықтықтан құтылып, бетім ашылып кетті, мен даже рилсқа түсіп жатырмын, байқасаңыздар. Бұрын мен мысалы 2 жыл бұрын мен даже өзім прямой эфирден даже бетімді ашып шықпайтынмын ғой. Экранды бұрып қойып шығып. Тоқал деген ойды қалай өзгертсе болады? 9 жыл болды, как я борюсь с этим. Девочки, пока вы будете с этим бороться сами, да, Аллахқа тапсыра алмай, вы будете бороться, ең соңында содан ауру болып өлесіз. Представляете, 9 жыл сіз сонымен күресіп келе жатсыз. Понимаете, вы, значит, не принимаете судьбу. Аллахтың беріп жатқан сабағын аламай жатыр, түсінбей жатырсыз, да? Вот когда вы примете, Алла Тағалаға тәубе етіп, Алла Тағала, прости, пожалуйста, кешір мені, Алла Тағала, это было испытание, сен менің нәпсімді сындырып жатсың, я приму любую твою волю дейсіз, сол кезде ол ойыңыз өзгереді. А так, пока вы будете сопротивляться, пока вы будете вот бороться, да, ештеме өзгермейді, только ауру боласы болды. И представляете, қыздар, бүкіл өміріңіз, бір ғұмырыңыз сондай бір тоқал деген сөз үшін зая кетіп жатыр да, ойлаңызшы, обидно же, да, обидно же. Бүкіл денсаулығыңыз, бүкіл өміріңіз, бүкіл уақытыңыз, бүкіл вниманияңыз, бүкіл ішкі ресурсыңыз, бала шағаңызға, күйеуіңізге беретін, өзіңізге беретін бүкіл ресурсыңызды какой-то бір тоқал деген сөз үшін кетіріп жатсыз. Обидно же, ертең өліп бара жатқан кезде артыңызға қарайсыз, и у вас вся жизнь борьба с тоқал, там біреу күйеуімен алысып өткен, біреу енесімен алысып өткен, біреу тағы біреумен алысып өткен, да. И в итоге бақытсыз болып кетеді, ертең Алланың алдына барады, Алланың алдына отчет береді ғой. Сол кезде Алла Тағала сұрайды, өміріңді қайда өткіздің, немен өткіздің деген не деп айтасыз? Тоқалмен. Ол айтады, мен саған тоқалды сынақ үшін сені өзгерсін деп жібергем, сені тәкаппарлығыңды басу үшін жібергем дейді. Сол кезде не боласыз? Қайтадан сіз уже келе алмайсыз. Все, қыздар, сондықтан да жүректеріңізді жұмақ қылсаңыздар, примите Аллахтың тағдырын қабыл еткен кезде, что түсінген кезде, сол сіздер уайымдаңыз не, ұрыссыңыз не, ұрыспаңыз не, жыртылыңыз не, сіз одан түк істей алмайтыныңызды түсініп Аллахқа мойынсұнған кезде, сол кезде сіздер бұл дүниеде де рахат боласыздар, ана дүниеде де иншалла Алла Тағала жәннатына кіргізеді. Қатты экономдап өзіме қимай отырмын, алған затымды неге алдым деп ойлана берем дейді. Потому что вы себя не любите, себя не цените, понимаете? Сонан кейін сіз кеткен ақшаны жүрекке кіргізіп алғансыз. Сізде мынандай қолында бір қанша қалдыңыз? Білмеймін, бір 30 мың қалған шығарсыз, Сол 30 мың теңгем бар еді, ол кетіп қалды, енді қайттым деп отырсыз да, сіз жүрегіңізге ақшаны кіргізіп алып отырсыз. Хотя ырзық несібе Алла Тағаладан 30 мың теңге қалай кетті, солай 30 мың теңге орнына келеді негізші, оңай жұмсап үйренетін болсаңыздар. Сіз өзіңізге аяйсыз ба? Сізге де адамдар аяйтын болады. Алла Тағаланың сізге беріп тұрған ырзығын сіз өзіңізге пайдаланып, нығметін көре алмай отырсыз ба? Значит, сіздің ырзығыңыз кемей береді деген сөз. Менің анам да рак болды, әкемнің көңілдестерімен арпалысып, сіз дұрыс айтасыз. Вот, қыздар, вам это надо? Олардың түгі етіп атқан жоқ та. Они спят, жрут, кайфуют, а сіз мына жақта ауру болып өлесіз, вам это надо? Құдай-ау. Жылауық болып кеттім, соңғы кездер күйеуім соған жыны келеді, біраз себебі неден болуы мүмкін. Ну, не знаю, может быть, гормональная перестройка, білмеймін, тексеріліңіз. Ауру туралы ойлап ұнға бата беремін, ештеңеге шамам келмей, стрессте жүремін, қандай курсқа кеңес бересіз дейді. Аурудың сізге қандай пайдасы бар, соны ойланыңыз. Тіпті болмаса консультацияға жазыңыз. Қыздар, если прям өздеріңіздің стрессқа түсіп, шамаларыңыз келмей жатса, консультацияға жазылсаңыздар.
Қасындағы күйеуімнің достарының әйелдері бәрі двуличный, хитрый, мен араласқым келмейді, не надо дейді. Ой, Меруерт, пожалуйста. Осындай әйелдер келеді да, әйелдердің бәрі двуличный, хитрый деп. На самом деле, это хитрость, двуличность у вас тоже есть, девочки. В каждой женщине это есть. Просто сіздер соны қабылдап, соны дұрысынан пайдаланатын болсаңыздар, сіздер ол әйелдерге өйтіп нервыларыңыз ауырмайтын болады. Мы кто такие, чтобы судить других женщин, понимаете, қыздар? Будьте проще. Если оларда двуличность, хитрость болса, значит, у вас есть еще больше, одан да ауыр күнә бар, сізде тәкаппарлық бар. Типа, я не такая, как они, а олар двуличные, хитрые. Как так можно, деген ше? На самом деле, эта двуличность, хитрость у вас тоже есть. Просто вы это подавляете. Сол үшін сіз өзіңізге ашуланасыз. Өтірік өйтіп, мен араласқым келмейді, мен андай, мен олардан святаямын деп айтпаңыздар. Это гордыня. Гордыня деген дүние Алланың алдындағы ең үлкен күнә, қыздар. Шайтан аузубилях гордынясы үшін тозаққа кеткен, понимаете? Обычно сондай судить ететін әйелдер, біреулерді судить ететін әйелдер, зачем так двуличный, хитрый деп, ол әйелдің ішінде внутренний родитель мықты деген сөз. То есть, или бұл әйелдер или үйдің жаңа үлкені, или там білмеймін, семьядағы үлкен, или там кішкентай кезінде өте көп ответственность арқалаған сондай әйелдер сондай болады ше. Кішкентай кезінен жаңағы ата-аналар өте строгий болған, көп запрет көрген әйелдер өскен кезде сондай болады. Бүйтуге болмайды ғой, сөйтуге болмайды ғой, зачем бүйтіп, зачем сөйтіп деген сияқты. Это гордыня, қыздар, пожалуйста, ешкім сөкпейді. Сіз құлсыз, олар құлды сөкпейді, құлды тәрбиелемейді. Оларды судить ететін Алла тағала. Оларды судить етемін деп, өзіңіз одан да үлкен ауыр күнә алып жүрмеңіздер. Күйеуім көңіл бөлмейді деп ренжіп жылап қала берем, ол ұйықтап оны білмейді дейді қыздар. Ой, я вас умоляю, кішкене есейіңіздер, рухани өссеңіздер. Күйеудің көңілінен де, күйеудің сөзінен де, күйеудің гүлінен де қызықты нәрселер өмірде көп қой. Сол күйеу гүл берсе ғана, көңіл бөлсе ғана бақыттымын деп ойлайтын әйелдер, қыздар, наоборот, сіздер одан арман күйеулеріңізді өздеріңізден қашырып аласыздар. Көңіл бөлмесе өздеріңізге көңіл бөліңіздер. Сіздер кішкентай қыз емессіздер ғой, 5 жастағы бала емессіздер ғой, бір өзінің тамағын өзін жей алмай, білмей туалетке бара алмай отыратын. Вы же взрослые люди, үлкен әйелсіз ғой. Өз-өзіңізге қызықты болыңыз, өзіңіз бірдемен айналысыңыз, білмеймін, өзіңізге гүл сыйлаңыз, өзіңізге комплимент айтыңыз, общайтесь с подругами, не знаю, вот что-то узнавайте новое, делитесь. Өзіңіздің ішіңіздегі потенциалыңызды шығарыңыз. Вот сол кезде күйеуіңіз көңіл бөліп бастайды. А вот так вот жылап, сықтап, претензиямен сізге ешкім көңіл бөлмейді, қыздар. Если даже сіздің жылағаныңыздан күйеу көңіл бөлетін болса, это с его стороны будет только одолжение. Вам это надо, чтобы сіз жылағаннан кейін ғана, жалынғаннан кейін ғана сізге көңіл бөлген керек па? Про это я тоже буду говорить в марафоне, қыздар, иншалла. Күйеуім екеуміздің арамыз жаман, бір-бірімізді сыйлаудан қалдық, жылдық көрмейін, бәріне жеңіл қарайды, жиі ұратынды шығарды, тіпті мүлдем дұрыс сөйлемейді, боқтап сөйлейді, мен ұрысқым келмейді дейді. Сізге де марафонға қатысуға совет беремін. Потому что қарадан қарап күйеу ұрып бастамайды ғой, я. Значит, сіз байқамай тіліңізбен шағасыз, намысына тиесіз. Какие-то вот его, наверное, потребности вы не удовлетворяете. Я не говорю, что он прав, что он должен вас бить, но иногда действительно сондай әйелдер болады, қыздар. Күйеулерін по капле сондайға жеткізетін әйелдер болады ше. Жертва әйелдер болады ше. Жертва әйелдер не то, что күйеу даже қасындағы әйелдердің нервысына тиіп отырады. Ол әйелді ешкім көргісі келмейді, сөйлескісі келмейді онымен ше. Потому что тілі ащы, энергетикасы жаман, отырған жерінде у шашып отырады, өзінің істейтін бір тірлігі жоқ, жылы сөз айтамайды ешкімге. Түсінікті ме, қыздар? Поэтому бұл марафонда, қыздар, мен сіздерді бір күйеулеріңізге удобный қылып берейін деп атқан жоқпын. Бұл марафонда мен сіздерге өз-өздеріңізді жақсы көруді үйретемін. Өз-өздеріңізді қадірлеуді үйретемін. Өз-өздеріңізді құнды адам ретінде өз-өздеріңізге қарауды үйретемін ше. Сіздер өз-өздеріңізге құндылық ретінде қарап бастаған кезде сіздерде ресурс пайда болады, энергия пайда болады. Сіздер бір сондай бір Wi-Fi сияқты боласыздар да. И мужчины будут к вам притягиваться, как бы, знаете, бессознательно, былайша айтқанда өздері байқамай сіздің айтқаныңызды істеп, сізді сыйлаған қалай білмей қалады да. А көп әйелдер соны не істейді, напрямую в лоб сұрайды ғой. Давай сен маған бер, сен маған айт, сен мені құттықта, сен мені жаңағыдай қуант деген сияқты. Но так никто не добивается. Жолдасым көп ішсе демалмайды, жан-жағына лас сөздер айтып орнып, не істесем болады дейді. Сіз түк істей алмайсыз, тек өзіңізді өзгерте аласыз.
көбіне ішеді қандай ер адамдар, қыздар, махаббат жетпейтін, жылу жетпейтін, кішкентай кезінен өмірге обидасы бар, әке шешесінің махаббатына тоймаған, рухани былай жылу аламаған адамдар ішеді, ойын ойнайды, там, короче, ондай адамдарға біз ресурс беруіміз керек. Қалай ресурс беруіміз керек? Любить, принимать, былайша айтқан кезде. Мен енді түсінемін, сізге өте ауыр келген адамды любить ету, принимать ету. Если ресурсыңыз жетсе, конечно, Аллахтан дұға тілеп, өзіңіз намазға жығылып, күйеуіңізге барынша түсіністікпен қарауға тырысу керек, да? То есть понимать, почему он пьет, да? А если сіздің ресурсыңыз жетпейтін болса, конечно, уйти лучше. Плотно қарызға кіріп кеттім, 7-8 миллион депрессияға түсіп кеттім, қалай еңсемді көтеруге болады дейді. Қыздар, жеңілдететін Алла тағала. Сосын мен байқағаным, когда біз қарызға кіреміз, когда біз ақшаға қатты байланып, ақшаны жүрекке кіргізіп аламыз. Біріншіден, екіншіден тез байығымыз келеді, үшіншіден өзімізді жоқ нәрсені байығып көрсеткіміз келеді. Короче, панты. Короче, саған ана дүние керек жоқ, соншама ақша неменеге керек, мысалы? 7-8 миллион теңге адамға не үшін керек? Если ол машина алам демесе, үй алам демесе, мысалы, кейбір әйелдер просто білмеймін, өзінің бір ақымақтықтарынан, білместіктерінен ұрынады сондай қарызға. Мысалы, жақында бір келіншек келді маған, Джемма деген фирмаға кірем деп 1 миллион кредит алып алған ғой, ойлаңызшы, сетевойға кірем деп 1 миллион кредит алып алған. Соның өмірі сол қарызын жабумен кетіп жатыр да. Но енді бұл кісі көріп отырса білмеймін, бірақ кеше өзіне айттым, мен айттым, если сіз қазір келіп маған Джемманы предлагать ететін болсаңыз, мен сізге сенбес едім дедім да. Потому что сіздің түріңізден Джемманы пайдаланып, красавица болып демалып жүрген әйелді көріп тұрған жоқпын дедім да. То есть сіз, если істейтін болсаңыз, сол тірлігіңізде өзіңіз сенімді болуыңыз керек, сізден ол көріп тұру керек қой. Көп әйелдер сетевойға кіріп алады, ойбай, ананы сатам, мынаны сатам, мынау денсаулыққа пайдалы, анау мынау дейді. Содан кейін сөйтіп қарызға кіреді. Ана директордың статусын жабам дейді, білмеймін, ананы мынаған алып сатам дейді, алып алады, сосын кейін ол сатылмайды, елге подаркке таратып жібереді. Сөйтіп қарызға кіріп кететін әйелдер бар ше. Сол үшін қыздар конкретно өмірде не қалайтындарын шешіп алыңыздар. Қарызға кірсеңіз, Аллах тағаладан тәубе етіңіз. Кешірім сұраңыз. Қай жерде сіз алшыныстыққа ұрындыңыз, қай жерде сіз көрсе қызарлыққа ұрындыңыз, қай жерде сіз Алладан емес банктерден, рассрочкадан, кредиттен дәметтіңіз. Алла тағала айтады, қыздар, менен емес, өзгеден дәметкен адамдарды мен кедейліктің 70 есігін ашып қоямын дейді. То есть біз банк не істейміз, біз басымызға бір қиыншылық түсе бастаса не істейміз? Сразу банкты ойлап бастаймыз. Қазір банк сондай әлемдегі адамдардың барлығын сондай бір система орнатып қойған, өзіне құл қылып алған ше. Адамдарда уже мышление сондай. Бірдеме керек болса, сразу бірінші өтеді рассрочка или кредит ойлайды. Алла тағала сол ақшаны маған банкке қарыз қылмай-ақ береді-ау деген ой, ниет адамдарға келмейді. Алла тағала ниетке қарай береді. Если мен наличкамен төлеймін, мен қарызсыз өмір сүремін деп адам ниет ететін болса, қыздар, Алла тағала сол ниетке жеткізеді екен негізі. Мен бай боламын, мен кредитсіз өмір сүремін, мен тек Аллах тағалаға мұқтаж болып өмір сүремін деген ниет қойсаңыздар, сосын әрекет етіп жұмыс істеп бастасаңыздар, мына мидағы блоктың бәрін шешіп, анау ұят, мынау ұят, ел не дейді деген дүниенің бәрін қойып, онда Алла тағала жолдарыңызды ашады, береді ше. А то бізде көп адамдар іштерінде тұнып тұрған потенциалын шығара алмай жүр ше. Өздерінің қарасаң алдыңа келеді, сондай әйелдер келеді, қарайсың, ішінде энергиясы мықты да, әп-әдемі қабілеттері де бар. Но іштерінде өте көп тормоздар бар. Анадан да ұялады, мынадан да ұялады, анау не деп айтады, мынау не деп айтады. 40 жылғы жаңағы мамам сөйтіп айтқан, ана туысым бүйтіп айтқан, общем, 40 жылғы негатив, 40 жылғы бір болып кеткен қателіктермен жүрді, өздерін басып шы. Қаншама сондай бір мықты тұлғалар не болып жүр? Таксист болып жүр, қаншама мықты тұлғалар официант болып жүр, қаншама мықты тұлғалар пол жуып жүр, мысалы. Неден? Өздеріне сенбегеннен, самооценкаларының төмендігінен, өздерін бағаламағандықтан. Түсінікті ме, қыздар? Ой, бұл қанша жазып тастағыздар, мен уже сразу астына түсіп кеттім. Сіздің сабағыңызды прикрепить етіп қойыңызшы. Марафон жайлы ақпаратты міне Майрадан біле аласыздар. Менің помощницам, Құдай бере салған помощницамнан біле аласыздар.
Менің де қатты өзгергім келеді, табыс тапқым келеді, табыс табудың көзін таба алмай жүрмін. Өз қолымнан келетін іс таба алмай не істерін білмей жүрмін. Қыздар, дұғадан бастаңыздар. Мен осы психолог болуды қыздар мен Алладан сұраған жоқпын. Мен Алла тағаладан тек қана бір дұға тілеген адаммын. Алла тағала сауабы ақыретке дейін істейтін істер жасауды нәсіп етші деп 5 уақыт намазымда қақсап сұрай берген адаммын шы. Алла тағала не дейді? Құлым сұрай берсе, мен оның қолын бос қайтаруға ұялам дейді, иә? Бізде әйелдер не істейді? Тәкаппарланады, Алладан сұрамайды, барады да өздері барып бірдемен бітірмекші болады, иә? Бір тірлікті істемекші болады. Алла тағала сосын айтады: сен өзің керемет, бәрін өзің бітіргіш екенсің ғой, иә? Давай онда мен сіз істегенді көрейін деп, сол тірлігінен береке алып қояды. Пока Аллахтың жаратқан құлы айналып, қиналып келіп Аллахтың алдына барып басын имейінше. Түсінікті ме? Сондықтан тәкаппарлықты сындырып, бірінші Алладан сұрап үйреніңіздер. Ниеттеріңізді түзеңіздер. Не үшін бай болайын деп жатсыз, сол ниетті түзеңіздер. Көп әйелдер мысалы бай болайын дейді, біреуге бірдеме доказать ету үшін, білмеймін, біреуге назло, что там еще. В общем, ниеттеріңіз дұрыс емес та. Соған қарай, ал тапқан байлықтарыңызда да береке жоқ. Ал дұрыс ниет деген ол қандай? Ол когда сіздер екі дүниенің ырзығы үшін, екі дүниенің берекесі үшін, ақыреттеріңіз үшін, мен бай болсам мысалы, осы дүниеде зекет беретін боламын, қажылыққа баратын боламын, адамдарды қажылыққа жіберетін боламын деген сияқты, білім алатын боламын, дұрыс жаққа өзгеретін боламын. То есть сіздер ақшаны қай жаққа жұмсайтындарыңызды ойлаңыздар, иә? Егер де сіздерде жаңағыдай біреуді бір нәпсінің қажеттіліктері үшін бай болғыларыңыз келетін болса, мен тек қана ойбай, мен қыдырам, бүйтем, сөйтем, біреуге бірдеме доказать етем, білмеймін, біреудің аузын жабам, осыдан ертең бай балам да күйеуімді тастап кетем, мен оған көрсетем деген сияқты, сондай ниет болатын болса, қыздар, ол уже ниет дұрыс емес. Егер анандай байып алып кредиттарым жабамын деген сияқты бір байсыз кредитіңіз жабасыз, ары қарай все, уже байлығыңыз одан аспай қалады. Сол үшін кішкене жоғары, биік, кең ойлау керек, қыздар. Сананы кеңейтіңіздер. Сананы кеңейту үшін не істеу керек? Білім алу керек. Өзінің вкусына сай жігіттің кездеспеуі өзімізден бе ұстазым. Мысалы, маған жігіт заявка тастайды, бірінші ол жігіттің страницасына кіріп қараймын, ұнамаса қабылдамаймын, жазса ответ қайтармаймын, дұрыс па дейді. Жүрегіңізді тыңдаңыз. Жүрегіңізді тыңдаңыз, Аллахтан дұға тілеңіз. Бәрі біздікі емес, Аллахтікі. Иә, солай. Біздің іштемеміз жоқ, қыздар. Аллах берген дүние ғана бар. Еті ол біздікі емес. Бізде әйелдер бар, андай кішкене байып бастаса, күйеу туысқандарына көмектесіп бастаса, все, әйелде не тыпыршып кетеді ғой. Ойбай, менің күйеуім, туыстары ақша сұрай береді, бізден бүйте береді, сүйте береді деп тарыла бастайды ғой. Байыған сайын тарыла бастайды. Ол не деген сөз, қыздар? Адамның жүрегі не, оказывается, дүние кірген кезде жүрегі талып кетеді екен. Адамның жүрегіне Аллах кірген кезде оның жүрегі кем болады. Как стать пофигисткой дейді. Как стать пофигисткой? Енді, несі антонимі қандай пофигистка деген сөздің? Пофигистка деген сөздің антонимі, когда сен не істейсің, бәрін өзің жөндегің келеді, тебе все не безразлично, везде ты лезешь, везде хочешь вставить свои 5 копеек деген сияқты, қыздар, иә? Пофигистка деген сөз, қолыңнан келген дүниені істейсің, келмейтін дүниені Аллахқа тапсырасың. В хорошем смысле этого слова. Ене неге тыныштық бермейді, мені аңдып жүреді, еркіндік вообще жоқ, қанша жұмыс істесем де түк істемейсің дейді. Потому что сіз енені құдайдай көріп алғасыз, барыңыз беріп алғасыз. Потому что сіз Аллахтан қорықпайсыз, енеңізден қорқасыз. Тура енеңізге жаққыңыз келген сияқты, Аллах тағаланың разылығын іздеңізші. Сіз қазір енеңіздің разылығын іздегіңіз келеді, енеңізден признание алғыңыз келеді, енеңіз сізде мақтасы екен дейсіз, енеңіз сіз жақсы көрсе екен дейсіз, ал сізді жаратқан Алла тағаламен қарым-қатынасыңыз қандай? Сіз почему-то Аллахтың разылығын ойламайсыз, Аллахтың бұйрықтарын орындамайсыз, но бірақ ене айтса жүгіріп кетесіз, сол үшін Алла тағала сізді енеге құл қылып қойды. Қатты қалап жүрген жұмысқа орналаса алмадым, қатты қалап едім, көңілім әлі сол жұмысқа деген қызығушылық жоқ, 1 жыл болды үйдемін дейді. Надо отпустить, хайырлысы деу керек. Если сіз қатты қаладыңыз, бірақ ол орындалмаса, не деген сөз? Алла тағала сізге нені үйретіп жатыр деген сөз? Менің воляммен сана істеп жатыр. Бұл дүниеде Аллахтың волясы болады, қыздар. То, что мы так хотим в этом мире, не всегда будет. Неге?
Потому что мен қаладым сол бола салсын деген дүние ол тек жұмақта болады, қыздар. Жұмақта, оказывается, мынандай екен да, отырып мысалы қарбыз жегім келіп тұр десеңіз, Алланың қалауымен ана тарелкамен қарбыз бүйтіп алдыңызға келе салады екен ше. Виноград жегім келіп тұр десеңіз, виноград келе салады екен. В общем, жұмақта сіздің дұғаларыңыз момент қабыл болады екен, желанияларыңыз. Представляете, қыздар? Ал бұл дүниеде ол жоқ, қыздар. Түсінікті ме? Ал бұл әйелдер, бұл өмірде әйелдер, адамдар неге страдать етеді? Бұлар шатыстырып алған да. Бұл өмірден жұмақ жасап алғысы келеді да. Вот осы дүниеде мен қалаймын күйеуімнің жаңағыдай мені сыйлағанын, күшті болғанын, білмеймін, менің қалаған жұмысыма кіре салғанымды қалаймын. Бірақ ол әйелге дәл қазір қайырлы ма? Қайырлы емес пе? Ол оны ойламайды. То есть сол жұмыс сол кезде сізге қайырлы болмаған, все, отпустите. Содан кейін мынандай дүние ше, біз күйеуіміздің өзгергенін қалаймыз. Иә, Алла тағала бірақ біздің күйеуімізді өзгертеді қай кезде, когда бізге сол өзгеріс қайырлы болған кезде. А то әйелдер өздері дұға етеді, жаңағыдай марафондарға қатысады, күйеуім өзгерсе екен. Күйеу өзгереді, мінез жақсы жаққа өзгереді, бірақ сол өзгерген күйеуді ана әйелдер көтере алмайды. Ол анандай күшті күйеумен мына әйел, іші негативке толы, эгоист әйел тұра алмайды. Біраз уақыттан кейін күйеуі бұрынғыдан да хуже болып кетеді, қыздар. Мен бір кездер сондай дүниені істегем, Аллахтан дұға тіледім, короче, өзгерсе екен. Ол өзгерді, жақсы болып өзгерді, бірақ мен өзгермеппін сол кезде. Содан кейін күйеуім бір моментте не істеді, бұрынғысынан да хуже болып кетті. Мен оны қазір маған жетіп жатыр да. Ал қазір, альхамдулилля, мен осознанно өзім өзгеріп келе жатырмын, бірақ мен күйеуімнің өзгергенін требовать етіп жатқан жоқпын. Вообще күйеуіме давление жасамаймын ше. Қалай бар, солай қабылдап жатырмын. Вот қалай бар, солай жақсы көремін мен оны ше, қыздар, білмеймін, қандай бар, вот прям мен до такой степени, видимо, Аллах тағала менің жүрегіме сондай бір расширение берген болуы мүмкін, Күйеуім қалай бар, солай жақсы көремін. И оказывается, мен күйеуімді қалай бар, солай жақсы көрген кезде мен күйеуіме энергия береді екем, ресурс береді екем, күш-қуат береді екем. Для чего? Чтобы он осознал свои ошибки и менялся сам, понимаете? А когда сіз күйеуді қабылдамай тұрып, өзіңіз өзгермей тұрып, күйеу өзгерсін, ене өзгерсін дейсіз, қыздар, от этого никто не меняется. Потому что сіз ол адамға энергия берген жоқсыз, наоборот, оның энергиясын сорып жатсыз. Давай, короче, мен эгоисткамын, в этом мире все должно быть так, как я хочу, короче, меня не волнует то, что там хочет Алла тағала, Алланың маған деген пландар меня не волнует деген сияқты әйелдерде сондай понятие бар да. Это эгоизм, бұл күнә, это гордыня. Сосын гордыняның әйел таяғын жейді. Соны көп әйелдер түсінбей жүр да. Понимаете, қыздар? Бақытты шаршап кеттім, бірінен соң бірін босанып қарасатын ешкім жоқ, не істеймін, жауап беріңізші дейді. Жаным ау, я вас понимаю, мен де бірінен соң бірін босанғам 6 баланы. Бірақ Алла тағала ешкімге көтере алмайтын жүк бермейді. Біріншіден, екіншіден, ешкімге менің балама қарас деп міндетсіп керек емес, қыздар. Әркім өзінің баласын туып, өзінің баласын қарады. Все, Алла тағала сізге берді ме, сіз қарап жатсыз ба, сауаптың бәрін сіз аласыз. Және де бала өседі ғой. Уақытша ғой бұның бар. Шаршадым деп айтпаңыздар, қыздар. Ауыздарыңыздан авария жасамаңыздар. Менің бір абысыным бар, сол кісі не істеген ғой, ертеңнен бастап тамақ ішпеймін деп айта берген ғой. Содан бір күні сондай бір ауруға ұшырап қалды, вообще тамақ іше алмай қалды, су іше алмай қалды, қыздар. Өзі биыл айтады ғой соны. Субханалла, мен оказывается өзім жаңағыдай өзім аузымнан тапқан екем дейді. Мен помню, соның алдында болды, ертеңнен бастап тамақ ішпеймін, мен аруым керек. Болды, ертеңнен бастап тамақ ішпеймін, мен аруым керек деп сөйтіп айта беретін дейді. 2 ай ма, 3 ай ма қыздар даже су ішсе құсады. Түсінбейді адамдар, не ауру екенін түсінбейді. Мынандай болып қалды ше. Сол үшін шаршап кеттім деп айтпаңыздар. Алдында бір әйел айтқан, шаршап кеттім деп айтып жүргенде бір балам шетінеп кетті деп. Сондықтан субханалла, Аллаға шүкір етсеңіздер, Алла тағала энергия береді, ресурс береді, жеңілдігін береді. Шаршадым деген сайын Алла тағала сізді шаршата береді ше. Ол не деген сөз? Ол шүкірсіздік деген сөз. Сондықтан да кезінде менде мысалы балалар кішкентай, бірінен кейін бірі өте сынақтар болды, енді ауыртпашылықтар болды, қиыншылықтар болды. Сол кезде мен өзім бақытсызбын деп ойлауға қорқатынмын, қыздар ше. Мен бақытсызбын ғой деп жертва состояниеге түсіп бартқан кезде
сразу өзім жейіп, астағфир, алла тағала кешірші, жоқ мен бақыттымын. Біреулер балаға зар болып отыр, алла тағала сен болсаң маған беріп жатсың топырлатып. Алла сансыз шүкір саған, сансыз шүкір, бұның бәрі уақытша. Сен бір қиындықтың артынан екі жеңілдік бересің. Иншалла осы маған бір күшті күндер дайындап қойған шығарсың деп. Мен соған сендім, иә қыздар. Мен неге сендім? Алла тағала маған соны берді. Альхамдулилля, қазір міне демалып жүрмін ғой. Балалар өсті, альхамдулилля. Таңертең кетемін, кешке келемін, тірлігімді істеймін, ақшам келіп жатыр. Мен айтамын ғой, деньги лезут ко мне со всех щелей деп ше. Кезінде мысалы бір баланың 16 000 теңге пособиясына қарап отырған адам, алла тағала маған білімді берді. Сол білімді мысалы сіздер сатып алып жатсыздар менен. Менің консультацияма очередьпен жазылып жатыр қыздар ше. Бұл неден деген сөз? Мен шүкіршілік еттім. Кезінде қиыншылыққа шүкіршілік еттім. Аллах тағаладан сендім, что ол маған жеңілдік беретініне. Сол үшін жақсы нәрсе күтіңіздер, жақсы нәрсеге ниет етіңіздер. Алла тағала береді қыздар. А сіздер егерде мен жертвамын, бәрі қиын, мынау мен көтере алмаймын, это что такое, маған ешкім көмектеспейді деп тек қана негатив ойлайтын болсаңыздар, Алла тағала сіздің сынақтарыңызды қиындата береді. Қиындата береді, что сіз осы күніңізге бір күн шүкіре андай зар болып қаласыз ше қыздар. Күйеуім памперс продуктыға зорға ақша береді, бала шағасын ойламай бәрін ойнап қойып, ондай күйеуді қайтып жайына қоясын дейді. Қыздар, пожалуйста, памперс продуктыға ақшаны беретін сіздің күйеуіңіз емес, Алла тағала. Вот Алладан күтуді үйренген кезде күйеуді ойнауын қояды. Сіздер не істейсіздер? Күйеуден күтесіздер. Пока біз күйеуден күтеміз, пока біз банктен күтеміз, пока біз басқа бірдемеден күтеміз, біздің басымызда сондай сынақтар бола береді. Рызықты, несібені, бала шағаның несібесін, памперс, продукттың бәрін Аллах береді деп, Аллахпен қарым-қатынастарыңызды түзеңіздер, шүкір етіңіздер.